Biz қазір біздің Нұрмекен абламен амандаспайсың ба? ойбай сәлем достар. Бүгін қазір біз Бонаколға бара жатырмыз біздің зертханалық жұмысымызға. Короче, енді біз қазір ана жердегі ағын суға барып су аламыз, жақтан бутылкаға. Қай универ? Тарбу. Ұмыт кетті. Қазір Тарбудамыз. Солай, короче. Сулардың pH-тарын көретін боламыз. Яғни мынандай қағаздармен арнайы жақтан 7-ге дейін ол бізде қышқыл орта, ал 7-ден кейін 14-ге дейін ол бізде негізгі орта. Бірінші біз ауыз су дейтін көреміз. 4-ке келеді. 5 тіпті. Яғни бұл қышқыл. Судың түрі ол бізде лай су, яғни біз оны ағын су, көшеде алып судан алды. Солай келеді. 8-ге келеді, яғни бұның қышқылдығы негізгі ортада. Бұл бізде фильтр су, яғни бұл тазартылған су. Бұның негізгі қышқыл ортасы 6 болу керек. Себебі ішуге негізі қауіпсіз судың түрі. 5-ті көрсетіп тұр. Қазір біз екінші эксперимент жасаймыз. Ол экспериментте біз судың қаттылықтарын тексереміз. Яғни бақтан лай су, асу және фильтр суларын мына пипеткалар арқылы айнаға тамызғаннан кейін, если айнада іздер қалып қалатын болса не болады? Іздер қалып қалатын болса, оның ішінде қатты заттар бар деген сөз, яғни натрий, кальций немесе иондар. Және де оны тексеру үшін біз күннің астынан шығуымыз керек, және оның буланып біткенін күтуіміз қажет. Ендеше біздің асу және де фильтрланған суымыз таза екенін түсіндік, бірақ та біздің ағын суымыз қаншақты кір екенін тексерейін деп отыр. Ол үшін бізге бұл екі су қажеті жоқ. Бізге керегі осы мақтар арқылы судың қаншалықты лас екенін тексеру біздің үшінші тәжірибеміз. Қазір енді сіздермен нәтижесін көретін боламыз. Яғни, егер мақтада кір болатын болса, ол дегеніміз лай судың ластылығын көрсетеді. Байқағандарыңыздай, бұл суда қоңыршыл және де қара дақтар, шаңдар пайда болды. Бұл судың қаншалықты лас екенін дәлелдейді. Біз бұл тәжірибе бойынша айнада іздердің қалғанын көреміз және бұл судың қаттылығын көрсетеді.